Құралай Анарбекова келді. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Бұл кісі бізден бұрын келіп алып, күшті қылып, Камбоджаны асықпай көріп, демалып алдыңыз. Енді Камбоджаны мен жақсы білем. Уже екінші жыл подряд осы жақта жұмыс жасап жатырмын. Это сіздер бізге қонаққа келдіңіз. Біз келіп жатырмыз. Қош көрдік онда. Сіз екінші рет келіп жатып, бірінші Орел Решкамен келдіңіз, содан кейін неке өз демалып болды. Содан кейін енді келіп жатыр. Біздің ортамызға енді қосылып жатыр. Біз ұзақ жүріп келдік. Қанша сағат жүріп келдік Нұргүл ханым? 31 сағат жолда жүрдік қой. Соңғы біз ұйықтамадық енді. Кеше қалып қалдық келдік те мәсі. Бұл кісілер демалып отыр асықпай. Өтірік ба шын ба мына микрофон? Шын ғой? В общем, мен сендерді көріп, мен сендерді жалеть еттім, шыны керек сөздің. Мен енді островта жаттым, демалдым, бассейнде, сіздерді стористерді ашам да, настроение түсіп кетеді, ада қайта жауымса. Сіз стористер деп аттық қой. Камбоджа осындай ма деп ше? Камбоджа реально сондай. Енді мына жақ именно Сиам Рип бұл исторический жағы. Бұл жақта храмдар көп, әдемі жерлер көп. Бұл жаққа паломничество дейді ғой, көбінесе сыйынуға келеді. Сол өздерінің религиясы. Бұл дайынсыз ба? Біз ертең басталады деп жатыр, білмеймін, Анвар Мачаптан сұрады. Кірмесе интервью алып жатсыздар ғой, шамалы бетімізді жөндеп, жасымызды жинап, есімізді жинап алайық та шамалы. Болды. Бізді ана аяқтан бастап түсіріп келдік, аэропорттан бастап. Бәрімен үйренісіп, тіл табысып. Мен де мына көптеген әріптестерді танымаймын. Осы жерде танысып жатырмыз. Бірақ та бір-бірімізді баяғыдан бері танитын секілді, өйткені Инстаграмнан көреміз, бір-біріміз жайлы естиміз, және осы фильм барлығымыздың басымызды біріктірді. Сондықтан да Нұргүл ханымға рахмет. Гап біздің 24 сәуірден бастап барлық кинотеатрлардан. Қазір кинолар тез түсіріледі, мына фильмде тез түсіріледі, өйткені бұл жерде клин профессионалдар. Йоу! Все, рахмет.